Саламатсыздар ма оқушылар? Саламатсызбыз. Отырыңыздар. Бүгінгі үйіміз қалай? Жақсы. Ендеше сабақты бастамас бұрын сіздермен бірге бір сергіту сәтін ұйымдастырайық, иә? Барлығымыз орнымыздан тұрайық. Қазір видеода көрсетілген затты қайталаймыз. Ал кеттік бірге. Қайталайық бірге. Тақырыпты айтпастан бұрын мен сіздерге слайдқа қарауға, тақтаға қарауға ұсынамын. Бұл тақтада сіздерге бір процестер көрсетілген, иә? Қараңыздар, қандай процесс? Жану процесі, сосын шіру процесі, иә? Жапырақтың шіруі, сосын таптану. Бұның барлығында не болып жатқан? Реакция. Біз осы кезге дейін сіздермен реакция құруды өттік, иә? Енді оқушылар, бүгін біз сол реакцияның типтерін өтетін боламыз. Ендеше тақырыпты жазайық. Бүгінгі біздің тақырыбымыз химиялық реакция типтері. Сабақтың мақсаты бастапқы және түзілген заттардың саны мен құрамы бойынша химиялық реакцияларды жіктеу. Тақырыпты жазып алайық. Барлығымыз тақырыпты жазайық. Жазықта оқушылар? Жақсы. Тақырыпты жазыңыздар. Ендеше біз 4 топқа бөлінеміз қазір. Қосылу, айырылу, алмасу, орынбасу. Қазір сіздерге мен қағаздардан сол бойынша бөлінетін боламыз. Ал бір қағазды боламыз. Buradan göster. Sizler çocuklar. Ses. İki yıl olsak. Al sizleri. Так, жақсы. Ендеше қолымызға қағазға қарап, әр топқа бөлеміз. Мына жаққа алмасу тобы келсін, мына жаққа айырылу, орынбасу, қосылу тобы келсін. Тез. Так, отырамыз. Отырдық па? Жақсы. Енді осы
реакцияның типтері қандай болады? Сол туралы мәліметті қарайтын боламыз. Ендеше тақырыбына назар аударамыз. Так, оқушылар, химиялық реакция типтері бізде 4-ке бөлінеді. Қосылу, айырылу, орын басу және алмасу. Енді бұл 4-еуінің бір-бірінен қандай айырмашылығы қараймыз. Қосылу негізгі схемасы осындай. Бұл жерде ең маңыздысы өнімде бір ғана нәрсе түзіледі. Түсінікті ғой? Өнімде бір ғана нәрсе түзіледі. Өнім дегеніміз не? Шыққан нәтиже. Теңдіктің мына жағын өнім, мына жағын не деп атайтын едік? Реагент деп атаймыз. Яғни бұл жерде бір ғана өнім түзілетін болса, ол қандай реакция типі болады? Қосылу реакциясы болады. Ары қарай айырылу. Айырылуда айырмашылығы реагент бірі болады. Бір зат бірнеше заттарға ыдырап кетеді. Реагент дегеніміз не еді? Бастапқы зат, бастапқы затымыз біреу болады, ал өнім неше болады? Бірнеше болады. Екі немесе одан да көп болады. Келесі орын басу. Орын басуда міндетті түрде бір жай зат және бір күрделі заттың арасында жүреді. Жай зат дегеніміз не оқушылар? Элементтің тек қана бір түрден тұратын затты жай зат деп атаймыз. А күрделі зат дегеніміз дұрыс, бірнеше элементтен тұратын затты күрделі зат деп атаймыз. Енді орын басуда міндетті түрде бір жай зат, бір күрделі зат. Яғни бір-бірімен орын басу арқылы жүретін реакцияны не деп атаймыз? Орын басу реакциясы деп атаймыз. Келесі алмасу. Алмасуда екі күрделі зат жүреді. Екі күрделі зат, мысалы мынау бастапқы зат, екеуі де бастапқы зат, мынау басы, мынау аяғы. Келесі бір заттың мынау басы, мынау аяғы. Қалай алмасақ? Баспен бас алмаса ма? Баспен аяғы. Мынаның басы, мынаның аяғы. Мынаның басы, мынаның аяғы. Яғни алмаса жүретін реакцияны біз не деп атаймыз? Алмасу реакциясы деп атаймыз, оқушылар. Ал енді мысалдар келтірейік. Бізде қосылу реакциясына мысалдар, мысалға темір мен күкірттің қосылуы нәтижесінде темір сульфиді түзілді. Өнім нешеу? Біреу. Демек қандай реакция түрі? Қосылу реакциясы. Енді қараңыздар. Екінші, кальций оксиді мен су әрекеттесті, нәтижесінде не түзілді? Кальций гидроксиді түзілді. Өнім нешеу? Біреу. Демек, өнім біреу болатын болса, ол қай реакция типіне жатады? Қосылу реакциясына жатады. Дұрыс. Келесі айырылу реакциясы. Міне жаңа айтқанымыздай, мынау бізде реагент болады. Реагент біреу болады, ал өнім неше болады? Бірнеше болады. Дұрыс айтасыздар. Так, мына жерде кальций карбонаты, кальций оксиді және СО2 газына не істеп тұр? Айырылып тұр, немесе ыдырап тұр деп атаймыз. Немесе бұл жерде айырылу немесе ыдырау реакциясы деп атайды. Ал енді қараңыздар. Мынау бізде азот қышқылы. Азот қышқылы қандай заттарға ыдырап тұр? Оксидке, азоттың оксидіне, сосын суға, сосын оттегке ыдырап тұр. Мына бір затымыз бірнеше өнімге ыдырап тұр. Бұл реакция не деп атаймыз? Айырылу реакциясы деп атаймыз. Келесі орын басу реакциясы. Жаңа айтқандай, орын басу реакциясында бір жай зат, бір күрделі зат. Орын баса жүретін реакцияны біз не деп атайтын едік? Орын басу реакциясы. Не қараңыздар? Сутекпен мыс оксид әрекеттескен қыздырған кезде бұл жерде не болып шыққан? Су және мыс. Келесі темір мен мыс сульфат әрекеттескен, нәтижесінде темірдің сульфаты мыс. Яғни мыстың орнын не басып тұр? Темір басып тұр. Бұл реакция не деп атаймыз? Орын басу реакциясы деп атаймыз. Дұрыс. Соңғысы бізде алмасу реакциясы. Жаңа айтқанымдай, бір-бірімен алмаса жүретін реакцияларды алмасу реакциясы деп атаймыз.
Мысалға, мыс оксиді аш хлормен кеткізген. Нәтижесінде не түсіп тұр? Мынаның басын алып тұр. Я бастапқы затты алып тұр. Мынадан хлорды алып, аяғын алып тұр. Осында келесі мынаның басын алып тұр, мынаның аяғын алып тұр. Яғни бұлар солай алмаса жүретін реакциялар, я? Түсінікті ме оқушылар? Міне мына жерде де сол. Мысалға, мынаны біз трактордың басы деп аламыз, мынаны аяғы деп аламыз. Мынаны трактордың басы деп аламыз, мынаны аяғы деп аламыз. Бас пен басты қосамыз ба? Жоқ. Демек біз мынаның басы трактордың, мынаның аяғы. Аяқ дегенде прицепті айтып жатыр, иә? Түсініксіздер ғой. Яғни мына прицепін аламыз, мынаның басын аламыз, мынаның прицепін аламыз. Түсінікті ма? Осылай алмаса жүретін реакцияларды алмасу реакциялары деп атаймыз. Түсінікті ма оқушылар? Жақсы. Ендеше түсінікті болса, қазір біз сіздермен тапсырма орындаймыз. Тапсырма орындау барысында сіздер бағаны өздеріңіз қоясыздар. Жақсы ма? Бұл жерде 10 асық көрсетілген. 10 асыққа әрбір алған ұпайларыңызға бір асықтан белгілеп отырасыздар. Түсінікті ме оқушылар? Жақсы. Қазір сіздерге барындай. Өздеріңіздің аты жөндеріңізді жазып қойыңыздар. Маған соңында тапсырасыздар. Бағаларыңызды қойыңыздар. Жақсы. Енді ең бірінші тапсырмаңыз оқушылар топтық жұмыс беріледі. Дескрипторы мына жерде көрсетілген топтық жұмыстың қазір сіздерге тапсырмаларыңызды беремін. 3 минут уақыт беріледі. Сіздерге астында нұсқаулығы көрсетілген сол нұсқаулыққа қарап осы тапсырмаларды орындаймыз. Өздеріңіз ақылдасып орындаймыз, иә? Нұсқаулыққа қарап орындаңыздар. Реакцияны кейбір анықтайсыздар. Ана қараңыздар, егер мына екі затты Бұған бір болма? Екі ұпай. Ақылдасамыз қыздар. Бәріміз бірге ақылдасамыз. Топтық жұмыс бұл. Болдыңыздар ма сіздер? Екі топты күтейік қазір. Сіздер болдыңыздар ма? Қол шапалақтар. Сіздер ше? Болдыңыздар ма? Ендеше ең бірінші болған топ бізде айырым тобы, иә? Ал сіздің жауабыңыз? Әр реакцияның түрін анықтап, бұл жерде реакцияның атауы алмасу. Алмасу реакциясы түскен себеп сосын түсіндіріп жаз. Себебі екі күрделі заттардың алмасуынан құралған. Алмаса жүретін реакцияны біз алмасу реакциясы деп атаймыз, иә? Жақсы, өте жақсы. Келесі топ. Сіздерде? Сіздің орын басу реакциясы түскен. Себебі жай зат күрделі заттың құрамында бір элемент аттының орнын басы арқылы жүрді, иә? Жақсы, өте тамаша. Дұрыс жауаптарыңыз, өздеріңізге 2 ұпайды ала берсеңіздер болады. Сіздер? Реакция түрі айырылу. Себебі реакция нәтижесінде бір зат немесе одан да көп заттарға түзіледі.
Yaxshi. Tomosha. Durust. Sizlarga de 2 pay, sizlarga de 2 pay. Sizlar Dağısınızda qattiq chiqaryapti. Bizga bo'lsa qo'shma reaksiyasi sebebi qo'shma reaksiyasi yaga tegiyu alına biruv. Qo'shuv reaksiyasida bo'lim biruv bo'ldi ya. Yaxshi. O'ta tomosha o'quvchilar, barlig'imiz durust topdik ya. Shundan barlig'imiz 2 paydan olamiz. Endi o'quvchilar bizga kelesi endi bizga o'quvchilar жұмыс sizlarga qog'ozlar taradim. Juppen o'rnaymiz. Juppen aqdasa o'tirib ko'rsatilgan topshirmada ko'p nuqtaning o'rnini to'ldirasizlar sho'x elementni. So'ng reaksiyaning tipini yozasizlar. Bugan bizga 5 vaqt berilib, har kim qo'shimga birga o'rnaydi. Najigi ko'plikka o'rnatiladi. Element asosida. Birinchi ko'plikning o'rnida xlor elementi kerak. Durust bo'lsa, men ham ko'rdim barliqlaringizni javoblaringizda. Agar adolatsizlik tushunmaydigan bo'lsa, bo'lmaydi. Tak, birinchi reaksiya tipi ikkinchi reaksiya tipi uchinchisi o'rnbasuv, to'rtinchisi almasuv ya. Endi mana shu yerda ikkinchi reaksiyada bizga temir. Bari durustmi? Agar qat'iy bo'lsa, minus qo'yasizlar, 1 ball berdi. Tushundiku ya? Yaxshi. Agar buni bari durust bo'lsa, sizlar tag'i 2 payda inchilaringizga olasizlar. Bizga bo'ldingizmi? Bir qat'iy bor ya. Tak, Venera qanaqa? Sizlarga bir qat'iy bor. Sol uchun tek qana o'zingizga 1 pay olasizlar. Xor ikisini yozmagansizdar. Tak. Bir qat'isi borlar, tek qana 1 pay oladi. Tak, o'zimizga bag'alarimizni qo'yib o'tiraylik, o'quvchilar. Tak, aldingizlarmi? Bag'alarimizni qo'yib o'tiringizlar. Bag'alarimizni qo'yib o'tiramiz. Yaxshi o'quvchilar. Endi kelesi bizga topshirma jiki жұмыс. Jiki жұмыста mana to'plik жұмыста 2 pay, jimtoq жұмыста 2 pay bersek, endi jiki жұмыста biz 6 pay beramiz. 6 pay өйткені үнемі жеке тапсырма ерекше бағалану керек. Өйткені ол сіздердің жеке білімдеріңіз, ya. Қазір сіздерге таратам, реакцияны теңестіресіздер. Atçöylерін жазыңыздар.
жазамыз ең бірінші. Реакция теңдеуін теңестіріп кетерімізде 2 ұпай. Реакция түрін анықтағанымызға 2 ұпай. Сосын неліктен сол түрге жататынын түсіндіргенімізге 2 ұпай беріледі. Бұған 5 минут уақыт беріледі. Жеке орындаймыз. Болып қалдық па? Бәріміз болдық па? Açı verip жаздық па? Сіздер топ болыңыздар ма? Бәріміз болыңыздар ма? Сіздер болыңыздар ма? Açı verip жаздық қоя. Мынаны сіздер тексересіздер. Мынаны сіздер тексересіздер. Әділ түрде тексереміз. Açı verip жаздық қоя. Болды, уақыт болды. Açı verip жаздыңыздар. Так. Болдық па? Açı verip жаздық па? Так, мынаны сіздер тексересіздер. Ал бастаймыз тексеріп. Так, скрипканы ұмытпайыз. Реакцияны дұрыс жазып теңестіргенге 2 ұпай береміз оқушылар. Одан кейін реакцияны анықтаған, егер бәрі дұрыс болса 2 ұпай береміз. Ал сосын неліктен сол түрге жатады, яғни мана ережелер ғой. Иә? Соны жазған болса, толық 2 ұпайды береміз, иә? Ал енді қарайық. Реакция, бірінші реакция. Қай реакция ретінде жатады? Қосылу. Екіншісі айырылу. Үшіншісі орынбасу. Төртіншісі алмасу. Белгіледік пе дұрыс емес екен? Жақсы. Ендеше мына жақта реакция теңдеулері теңестірілген. Қараймыз барлығымыз. Бірінші мына жаққа аммиактың алдына 2 қоямыз, сутектің алдына 3 қоямыз. Келесі калий хлораттың алдына 2 қоямыз, калий хлоридінің алдына 2 қоямыз, оттектің алдына 3 қоямыз, иә? Егер қате болса, минусын қойып отырыңыздар, иә? Жақсы ма? Одан кейін үшінші реакцияда тұз қышқылының алдына 2 қоямыз, төртінші реакцияда да тұз қышқылының алдына 2 қоямыз. Бәрі дұрыс па? Жақсы. Енді не себепті? Қосылу реакциясы дегенімізде өйткені бір ғана өнімнің түзілуі, айырылуда бір заттың бірнеше затқа ыдырағаны. Келесі орын басуда күрделі зат бір элементтің орын баса жүретін реакцияны орын басу реакциясы деп атаймыз. Одан кейін екі күрделі заттар орын алмаса жүретін реакцияны алмасу деп атаймыз, иә? Жақсы оқушылар, тексердік па? Ұпайларын астына жазып жіберіңіздер. Онда неше ұпай бересіз? Алған ұпайларыңызды қараңыз қағаздарға. Өздеріңізге белгілеп отырыңыздар. Жақсы. Ұпайларыңызды өзіңізге белгілеп отырамыз. 5 ұпай алғансыздар, 5 ұпай, 4 ұпай, 6 ұпай. Жандарбек 6 ұпай алғансыз, молодец. Сіздер қана 4 ұпай. Жақсы.
Жақсы оқушылар. Ендеше бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Жақсы. Ендеше мен бір сұрайыншы. Қосылу реакциясы дегенімізде кім айтады? Ол Жандарбек. Кім? Дәулет. Екі жариядан қосылған екі реяның қосылысынан өнімнің шығуы. Иә, бір ғана өнімнің шығуы. Қосылу реакциясы дәліз. Келесі, жақсы, айырылу реакциясы. Иә? Bir reagentning Жоқ, қате. Иә, бірнеше өнімге айырылу, иә. Келесі, орын басу. Иә. Реакциясы жай және күрделі заттар. Иә, жай және күрделі заттың арасынан жүретін реакция неге атаймыз? Орын басу. Алмасу. Иә. Екі бір-бірімен алмасу. Бір-бірімен Орын алмасу. Екі күрделі заттың құрам бөліктерінің алмасу. Иә, құрам бөліктердің алмасы жүретін реакция неге атаймыз? Алмасу реакциясы деп атаймыз. Жақсы ендеше. Так, толық 10 ұпайды алған оқушылар қолымызды көтерейікші. 10 ұпай. О, Саяжан, Жандарбек, Жасмин. Иә? 9 ұпайлар. 9 ұпай алғандар ма? О, 9 ұпай. Ал жақсы оқушылар, үйге тапсырма. Артында осы тақырыптың соңындағы А және Б-ден кейін орындап келесіздер. Жақсы ма? Жақсы. Ендеше сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.